Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді және де өте тез дайындалатын тағамның түрімен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Барлық керек заттарымызды алдымен дайындап аламыз. Барлық керек заттарды описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Суымыздың үстіне тұзымызды, сұйық майымызды және де жұмыртқаның ағын қолдандым, сарысын бөлек алып қоямыз. Кішкене араластырып жібереміз. Оның үстіне ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен сәл қаттылау қылып, қамыр елеп, бетін жауып, 30 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді салмамызға кірісеміз. Ол үшін етімізді осындай 4 бұрышты бөлікке бөлеміз. Майлы ет болса, өте жақсы болады. Оның үстіне пиязымызды да 4 бұрышты қылып тураймыз. Бұған қызанақ қоссаңыздар өте жақсы болады. Картошкамызды да 4 бұрышты қылып турап, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, кориандрды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып, барлығын араластырып алатын боламыз. Алдын ала тарелкаларымызды осылай дайындап аламыз. Өздеріңіз қалауларынша қандай үйде тарелка осындай сорпа ішетін ыдыстар бар, соны қолдансаңыздар болады. Енді қамырымызды 5 бөлікке бөлдім. Осылайша тарелканың көлеміне қарай кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Осылайша видеода көрсетілгендей үстінен тарелканың үстін жауып, жан жағын шамалы жабыстырып қоятын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, магымызды сеуіп, 180 градуста 50 минут пісіріп алатын боламыз. Міне тағамымыз дайын болды. Өте дәмді және де өте оңай жасалатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.